Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін осындай әдемі, ерекше шығатын, дәмі әдемі шығатын пирожки дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттардың барлығын төменге описанияға қалдырамын. Осылай алдын ала барлығын дайындап аламыз. Содан соң үлкен ыдысымызды алып, соған жылы сүт, жылы су құямыз және жұмыртқамыздың ақ уызын, үстіне ашытқымызды саламыз. Содан соң сұйық майымызды құямыз, тұз және қант саламыз. Содан соң үстіне 2 ас қасық қаймақ саламыз, 2 ас қасық майонез саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Мінекей бізде осындай қолға жабысып, кішкене ылғалды болып тұрады қамырымыз. Осылай бастырып қоямыз. Бетін жауып, 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Қайнаған суымызға картоптарымызды саламыз. Жақсылап қайнатып, пісіріп дайындап аламыз. Енді пиязымызды дайындаймыз. Үлкен бір пияз алып, жақсылап майдалап турап дайындап аламыз. Егер сіз пиязын көп болғанын қаласаңыз, тағы да 1 пияз қоссаңыз болады. Енді осылай табамызды қыздырып, үстіне майымызды салып, қызғаннан кейін үстіне жаңағы туралған жуамызды салып қуырамыз. Ал қызыл түске енгенше қуырып аламыз. Мінекей бізде дайын болды. Картоптарымызды жақсылап езіп, алдын ала дайындап аламыз. Содан соң үстіне тұз, қара бұрыш саламыз. Суын төккенде толық барлығын төкпейміз. Себебі бізге астында кішкене болса да су қалу керек. Содан соң мен бұның үстіне бірден сармай салмаймын. Себебі жуамды жаңа арнайы сармайға қуырдым. Біздің осындай пюреміздің дәмі әдемі шығу үшін сармайға қуырыңыздар. Мінекей біздің қамыр ашыды, өте әдемі болып көтерілген. Енді осыны осылай домалақтап, кішкене қылып, үзіп дайындап аламыз. Енді үстін жауып, 10 минутқа қалдырамыз. Мінекей қайтадан көтерілді әдемі болып. Енді пирожкимізді дайындайтын боламыз. Салмасын салып, әдемілеп, өрнектеп өретін боламыз. Мінекей бір басын ұстадық және соны жібермейміз. Екі жанындағы қамырды соған кезектестіре жабыстыра отырып, осындай әдемі өрнек шығарамыз. Мінекей видеода асықпай көрсеттім. Осылай жасап шықсаңыздар болады. Бастапқы уақытта сізде әдемі шықпауы мүмкін, бірақ үйреніп алсаңыз өте оңай. 1-2 жасасаңыз сіз үйреніп аласыз. Осылай әдемі қылып жасап шығамыз. Біздің пирожкиміздің дәмі ерекше болуының себебі 2 ас қасық қаймақ, 2 ас қасық майонез қостық және сыртының осындай әдемі болып өрілуінде сіз де осылай жасап көрсеңіз болады. Мінекей бағана 2 жұмыртқаның ақ уызын қамырына қостық.
сары уызын осылай бетіне жағамыз. Дәл осы сары уыздың үстіне 3 ас қасық сүт құйып, араластырып жақсаңыз да болады. Әдемі қызарып, жылтырлап пісу үшін бізге осылай жағып шығамыз. 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Неге осындай әдемі қызарып, беті жылтырлап, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте әдемі шығады, дәмі ерекше болып шығады. Дәл осылай өте майда қылып, бұдан көлемін кішірек қылып жасасаңыздар да болады. Қонақ келгенде дастарханға қойсаңыз да болады. Мен осылай ірілеу қылып жасадым. Өте әдемі, жұмсақ болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын сіздермен Фариза.